Сәлем достым, опмай, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі ең ауқымды, ең қажетті, ең былай түсінуді қажет ететін мәселе тақырыптардың бірі опы, яғни бағалау көрсеткіші. Қымбатты достар, үлкен өтініш, осы жерден видеоны паузаға қойып, қолымызға қалам мен дәптер алайық. Паузаға қойдық қой, онда керемет. Енді біз сіздермен қазір опы мәселесін талқылайтын боламыз. Қараңыздар достар, бағалау көрсеткіші минималды 16-ға жеткен жағдайда сізде қандай артықшылықтар, яғни мүмкіншіліктер бар. Ең бірінші, бірден негізгі қарызды төлеу, яғни ортақ пайызды төлемеу, барлық сомаға. Сіз банктен алып отырған сомаға ғана пайызды төлейтін боласыз. Екіншісі, табыс көзін растамау, қандай керемет. Яғни сізге міндетті түрде айнымай түсіп отыратын пенсиондық салымдар қажет емес. Яғни үшіншісі, артық төлем, яғни қосымша ешқандай комиссиялар жоқ. Артық комиссиялар жоқ. Одан кейінгі, яғни Қазақстан Республикасы бойынша, яғни ипотекалық несиелердің арасындағы ең төменгі пайызбен рәсімдейтін боласыз. Қымбатты достар, осы видео ортасында тағы да айта кетем, видео ұзақ болады. Видеоның барысында барша аса мән беріп тыңдау керек. Қолыңызға қалам мен бір дәптер алмасаңыз, міндетті түрде қазір барып алыңыздар, бәрін жазып отырыңыздар, өзіңізге өте қажетті сабақ болады. Опы неден құралады? Опы деген не жалпы? Опы дегеніміз, яғни сіздің банк тарапынан берілетін, яғни бағалау көрсеткіші дегеніміз 2% вознаграждение. 2% тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сіздің ашқан депозиттік салымыңыздың үстінен беретін жылдық 2%. Енді көптеген халықтың арасында дұрыс емес түсінік, дұрыс емес әңгіме қалыптасып, яғни өрбіп жүр. Яғни опыны көтеру үшін мен бағана айтап өттім ғой сіздерге, вознаграждение керек дедім. Соны кейбір жандар дұрыс емес түсініп қалады да, мынандай мәселе, яғни өрбейді. Маған банк салым үстінен 2% береді, қосымша жылдың соңында мемлекеттік сыйақы бар, яғни госпремия. Соның бәрін қосқан кезде менде вознаграждение өсіп отыр, менде керемет опы көп болды ғой дейді. Яғни көпшілік солай қуанып жүреді. Бірден сіздерге айтайын, мемлекеттік сыйақы, яғни мемлекет тарапынан берілетін 20% опыға саналмайды. Яғни вознаграждениеға саналмайды. Оны санамаймыз. Тек қана мына 2% санаймыз. Енді қараңыздар, қымбатты достар. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласы, өзге Қазақстанның қалаларында, енді жалпы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша орташа, яғни пәтердің бағасы 15 миллион дейге, орташа пәтердің бағасы. Сол 15 миллионға қазір сіздермен бірге барлығымыз санап қаншалықты, яғни опыны 16-ға жеткізу үшін қаншалықты вознаграждение керек екенін атап өтетін боламыз. Бірақ қымбатты достар, сіздер ойламаңыздаршы, үлкен өтініш. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде, яғни міндетті түрде опы 16-ға жеткізу керек. Яғни опы 16-дан кейін бағалау көрсеткіші жоқ деген пікір болмасын. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде опы 16 бағалау көрсеткіші. Ол ең минималды көрсеткіш. Яғни одан жоғары да бар бағалау көрсеткіштері. Бағалау көрсеткіші жоғарылаған сайын сізде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен өте арзан пайызбен несие алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни өте көптеген кісілерді біз көргенбіз. Бағалау көрсеткіші жоғары, 10-15 жылдан артық жинаған 10-15 жылдай. Бізге келіп 3,5%бен несие алған кісілер болған. Енді қалам мен бағана парақты алдық, алдыңыздар ғой. Қараңыздар, тыңдаңыздар. 15 миллионның пәтеріне, яғни опы біз не дедік? Опы вознаграждение. 15 миллионның пәтеріне бізге қанша вознаграждение керек екенін есептейтін бізде арнайы формула бар. Қараңыздар достар. Шарт сомасы, яғни 15 миллион көбейтілген 16 бөлінген 1000-ға. Достар, ескерте кетейінші, бірден сіздерге бағана атап өттім ғой мен. Опы 16 ол минималды қажеттілік деп, яғни минималды, одан жоғары алуға болады деп. Яғни әртүрлі мысалдарды қарастырамыз. Ең бірінші, мені көріп тұрсыздар ғой, опы 16 мен минималды 3 жыл ақша жинап 5%бен, яғни несие алудың жолын қарастырамыз. Яғни шарт сомасын көбейтеміз 16-ға, бөлеміз 1000-ға. Бұл жерде бізде шарт сомасы қанша еді? Жазып отырмыз ғой, 15 миллион, дұрыс па? Керемет. Яғни шарт сомасы 15 миллионды көбейттік 16-ға, бөлдік 1000-ға. Бізге қанша вознаграждение шықты? Дұрыс, 240 мың бізге шықты. Енді сол 240 мың вознаграждениені жинау үшін біз аймамай қанша салып отыруымыз керек? Мына формулаға жүгінеміз. Шарт сомасы көбейтілген 1,5%. Яғни біз ай сайын 225 мың теңгеден 3 жыл бойы салып отыруымыз тиіс.
225 мың көбейтілген 2, банктың беретін вознаграждениясы пайызы 2 бөлінген 12 айға. Яғни 12 айға банк 2% вознаграждение береді. Сол кезде 225 мыңды сіз ең бірінші ай салған кезіңізде сізге банк 375 теңге вознаграждение береді. Сіз келесі ай тағы да 225 мың саласыз, сіздің шотыңызда 450 мың теңге болады. Мына 375 теңгенің үстінен тағы да қосымша ақша қосылады. Сіздің вознаграждениеңіз осылай 3 жылдың ішінде жиылып кеп 36 айда, яғни сіз тоқтамай 225 мыңнан салып отқан кезде 36 айда сізде 240 мың вознаграждение болады да, сіз ОП-16 мен 5% бен өзіңізге пәтерді, яғни несиеге рәсімдейтін боласыз. Қарапайым, яғни тұрғындарға 225 мыңнан жинау қиын. Оны мен де түсінемін. Яғни маған да қазіргі таңда ай сайын 225 мыңнан салып, яғни пәтер алған қиын болатын еді 15 миллионға. Сондықтан мен сіздерге келесі мысалдарды дайындадым. Естеріңізде ме, мен сіздерге алдында айта кеттім. ОП-16 ол минималды деп, достар. Енді қараңыздар. Егер сіз 15 миллионның пәтеріне 3 жылда 225 мыңнан ақша салып тұру қиын болса, ол қиын. Мен өзім айтып отырмын, маған қиын болатын еді. Яғни сізде екінші мүмкіндік бар. Сол ақшаны 4 жылдың ішінде жинау. 4 жылдың ішінде. Яғни қымбатты достар, 4 жылдың ішінде, яғни үзбей жинап отыратын болсаңыздар, сіздер сол кезде ғана несиеге ала алатын боласыздар. Ал 4 жыл бойы 15 миллионға несие алу үшін қаншадан салып отыру керекпіз? Сондай сұрақ туындайды. Яғни 4 жыл бойы 15 миллионның жартысын жинау үшін бізге шарт сомасы көбейтілген 1,05-ке көбейтілген соманы жинап отыруымыз қажет. Ал енді сол соманың жиынтығын вознаграждениесі қанша болады? Яғни біз атап өттік қой, бізге ОП-ның вознаграждениесі керек деп. Міне, көрдіңіздер ме? Мына мысалда, яғни 4 жыл жинау мысалында сізде ОП 20 болады. Яғни шарт сомасы көбейтілген 20 бөлінген 1000. Сізге қажетті вознаграждение 300 мың. Түсіндік қой достар, Яғни шарт сомасы 15 миллион көбейтілген, сізге 4 жыл жинайтын болсаңыз 20 дедік қой, көбейтілген 20. 4 жыл үзбей жинайтын болсаңыздар. Яғни сізге қажетті вознаграждение 300 мың. Ал бұл 300 мың вознаграждениеға біз 4 жылда шығу үшін біз шарт сомасын көбейтік бірде, яғни 0,5-ке. Біз осылай аймамай салу қажетті соманы біліп алдық. Бізге аймамай мына соманы көбейткен жағдайда бізге аймамай салып тұру сомасы 157.500 теңге қажет болады. 157.500 теңге аймамай салып отырдық. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі яғни жылдық 2% беріп отырды. Бірінші айда сіз 262 теңге жинадыңыз. Енді 4 жыл бойы осы 157.500-ден үзбей салып отырған кезде мына соманың жиынтығы, яғни сізге түсіп отыратын вознаграждениенің жиынтығы сізде 300 мың теңге болады да, сіз 15 миллионның пәтерін 4,8%-бен рәсімдей аласыздар. Көрдіңіздер ме, достар? Анағұрлым сіз ұзақ уақыт жинап, үзбей жинап отырсаңыздар, сізде пайыздық үстеме төмен болады. Енді 157 мыңнан да жинап отыру қиын делік, мысалы ауыр делік, ауыр деп айтайық. Яғни ауыр болса, сізге, яғни келесі мүмкіндік 5 жылдың ішінде, яғни 15 миллионның жартысын жинауға мүмкіндік болады. Оны тағы да қалай саралаймыз, қымбатты достар? Яғни бұл жерде шарт сомасын көбейтеміз, бізге міне ОП бұл жерде 25 болады, бөлінген 1000, бізге 375 мың вознаграждение керек. Бізге 375 мың вознаграждение керек 5 жылдан кейін 15 миллионның пәтерін алуға. Ал 375 мың вознаграждениеға шығу үшін біз, яғни шарт қаншадан айнымай жинайтынымызды біліп алуымыз керекпіз, Яғни шарт сомасы көбейтілген 0,183, аймамай 124.500 теңгеден бізге салып отырсақ, яғни 5 жыл бойы көбейтілген 2%, соның вознаграждениесі, ортақ вознаграждениесі, қымбатты достар, дәл осы жерде, яғни 375 мыңға тең болады. Қымбатты достар, былай ғой, яғни көп сандар болып кетті. Егер видео шында да бірінші көргенге ауыр түссе, өтініш бір рет қайталап көріңіздер. Екінші рет шамал ауыр түсіп өтсе, екінші рет қайталаңыздар, үшінші рет қайталаңыздар. Соны көру барысында сіздерге шамал болсын түсінікті болады, одан кейін жақсылап түсініп кетесіздер. Яғни бұл видеоны сіздер көріп алсаңыздар, өздеріңіз ас боласыздар. Сіздер өздеріңіз ақ біліп тұрасыздар. Мысал, жарайды, қағаз алдық қой қолымызда, мысал, қалам мен қағаз бар. Әшейін ғана көбейте салыңыздар, шарт сомасы.
Қанша пәтердің, яғни сіз қазір алғыңыз келіп отыр өзіңіз, қандай пәтер алғыңыз келіп отыр, қай сомада, шарт сомасын көбейтіңіз, мысалы қанша жыл жинайсыз, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, сол қажетті опыға көбейтіңіз, одан бөліңіз 1000-ға. Сізге қажетті вознаграждение шығады, яғни вознаграждение шығады. Сол вознаграждениеға қаншадан жинау керек екенін білу үшін 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл. Мына формуламен шарт сомасын мына сандарға көбейте салыңыз. Енді былай келсекші, достар, жалпы осылай өздеріңіз санап тексеріп көру үшін біз дәл осы видеоның астына, яғни осы толықтай формуланы көрсететін арнайы файл салып қойық. Бағанағы бәрі жазылып тұрады. Шарт сомасы қаншаға көбейткен жағдайда аймамай салым қанша болады, қандай вознаграждение керек екен. Соны міндетті түрде көріп, өздеріңіз санап көрсеңіздер болады. Енді мен ойымша сіздерде түсінік пайда болды. Яғни ОП дегеніміз ол сіздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жинаған вознаграждениеңіз, яғни пайызыңыз, қымбатты достар. Анағұрлым, яғни көбірек пайыз жинасаңыздар, сіздердің опыларыңыз соғұрлым көп болады. Қазір келесі видеоларда біз сіздерге яғни санап көрсетеміз, яғни төлем қанша болатын. Одан кейін көпшілік бағана сұрап отады, мен бірден өте үлкен соманы келіп құя салсам, опым өсе ма деген. Осы сұрақтарға біз жауап береміз. Қымбатты достар, үлкен өтініш сіздерден. Жалпы түсінікті болды. Түсінем, мен өзіме де ең бірінші осыны айтып отырмын, бағанағы мен осыдан 4-5 жыл бұрын депозит ашқан тұғымын деп. Мен өзіме де мысалда, өзде мен банк саласында жұмыс жасаймын. Мен өзіме келіп осыны санап түсіндіріп берген кезде мен бірінші кезде түсінген жоқпын. Осылай көрсетіп беріп баған менеджер тез. Екінші рет айтты, түсінбеймін мен ана. Үшінші рет, төртінші рет, бесінші рет санап жатып сөйтіп барып, осылай екен ғой дедім. Сондықтан бір рет түсінбесеңіздер ештен кетпейсіздер. Ол қарапайым кез келген адамға тән дүние. 2 рет қайталап көріңіздер, 3 рет қайталап көріңіздер, 4 рет, 5 рет опыны түсініп алсаңыздар, сіздер керемет ешқандай пайызды банкқа бермей, мысалда өздеріңіз табысты растаусыз керемет несие алуға мүмкіншіліктеріңіз болады. Қымбатты достар, видео пайдалы болғанына сенімдіміз. Енді келесі видеоларға жол берейік. Біздің осы YouTube каналымызда жалпы көріп отырсыздар ғой, пайдалы видеолар өте көп. Барша достарыңызға, таныстарыңызға, жақындарыңызға таратыңыздар. Әр қазақстандықтың көз ашылсын. Әр қазақстандықтың ақшаны қалай дұрыс, қалай бұрыс, қандай бағытта жұмыс жасау керек, қалай салым жинау керек, опы дегенне, тұрғын үй займы дегенне, осының бәрін біліп өссін. Жастар, яғни сыйлық ретінде, мысалы достарына қажетсіз сыйлық бергеннен гөрі баспанаға қадам ретінде сыйлық сертификатын берсін. Сондықтан пайдалы болсын осы видео баршамызға деп, өзіңіздің, яғни қандай да бір мессенджеріңіздегі бүкіл достарыңызға, группаларға осын поделиться деп, осы YouTube каналын ұсынып отырыңыздар. Сәттілік достар.